Бүгін сіздермен бірге Ақсай қаласының нөмір 3-ші Гүлдер бөбекжайының қазақ тілі мұғалімі Нұрия Ажбаевна және Бақ мектеп алды тобының тәрбиеленушісі Азиза Болатова. балалар, ауаның айналадағы заттарға қысым түсіретінін біз сезбейміз. Алайда біз оны тәжірибе арқылы дәлелдей аламыз. Олай болса, Азиза, тәжірибемізге кірісейік. Азиза керекті заттарды атап береді. Бірінші сіріңке, майша, бояу, ыдысы бар су және бос ыдыс. Жарайсың, енді тәрелкеге суды құямыз. Оған бояғышты қосамыз. Судың деңгейін анықтау үшін бояғышты қостық. Оны қылқаламмен бір текті етіп араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін сіріңкемен майшамды жағамыз. Сіріңкемен жұмыс жасағанда қолдарыңды күйдіріп алмаңдар, жарақаттап алмаңдар. Әрине балалар, сіріңкемен жұмыс жасағанда сақ болу қажет. Ал енді майшаның үстіне бос стақанды қоямыз. Ал енді байқап көрейік, Азиза. Мәссаған! Не байқадың, Азиза? Ауа өзіне суды тартып жатыр. Әрине, ауа өзіне суды тартып жатыр. Балалар, бұның себебі стаканда ішіндегі ауа қызды, одан кейін майшам бөшкеннен кейін суып кетті. Нәтижесінде оның көлемі де азайды. Сондықтан стакан ішіндегі қысым стакан сыртындағы суды өзіне тартып алды. Көрдің бе, Азиза? Сіріңкені жақпай, стаканды қойып көрейінші. Әрине, майшамды жақпай, стаканды қойып көрейік, Азиза. Ал енді байқап көрейік. Не байқадың, Азиза? Ауа өзіне суды тартқан жоқ. Ауа өзіне суды тартқан жоқ. Осы тәжірибеден қандай ой түйдің, Азиза? Ауа айналадағы заттарға қысым түсіретіні тәжірибе арқылы анықталды. Жарайсың, Азиза. Сонымен достар, бүгінгі біздің тәжірибеміз аяқталды. Сау болыңыздар.